Men üçün London ağılda asıgan sonda baruga. Бұл жаңа жол ауылы. Бұл ескі бұрынғы атпана келе жатқан ауыл. Жаңа жол колхозы болған. Негізгі мақсат елдің ауызбіршілігі, ынтымағы, елдің ауызбіршілігін нығайтамыз деп, мынау ішкілік деген нәрсені қазір 3 жылдан бері қарай қолға алдық. Барлығына үлгі болсын. Мынау арам нәрседен қашайық, адалдыққа ауайық, елдің көркеюіне атсалысайық. Осы біздің ауылымыз осы үлгілі ауылға өткен. Біздің ауылымызда ешқандай ішкілік, ондай нәрсе қазір жастар тек иманға бет бұрып атқан заман. Ауылымыз көркейе берсін деймін. Ауыл жастары, ауыл иманы, ауыл билері, полиция қызметкерлерімен ауыл дүкендерін бәрін аралап, ескерту жұмыстарын жүргізіп, ауыл ешқандай ішімдіксіз ауыл болады. Біздің ауылда сатылған жоқ. Алдын ала тағы ескерту жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда ауылымыз 100% арақсыз ауыл. Заңсыздық болатын болса, сондай заңсыз ішімдіктер сатылатын болса, оған шара қолданылатындығы жайында, мемлекет тарапынан штраф салынатын жайында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Полиция қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз. Білесіз ғой, ішімдік ол шаңырақтың берекесін кетіреді, шаңырақ шайқалады. Қаншама отбасылық жағдайлар туындап жатыр, келеңсіз, ұру, соғу, зорлық, зомбылық, тұрмыстық. Сонымен қатар қаншама жанұялар ажырасып жатыр. Оның барлығына бірден бір себеп ол ішімдік. Сондықтан ауылымызда ажырасу мүлдем болмасын, зорлық, зомбылық болмасын, ұрлық, қарлық болмасын деген ниетпен біз сондай жалпы ішімдік деген аты жаман нәрсеге шектеу қойдық. Осы ауылға келін болып келгеніме уже 17 жылдай болды. Біздің ауылда шыны керек елімізде ауыл бойынша ішімдіктер сатылмайды. Насыбай деген мүлдем сатылмайды. Былайша керемет ауыл деп мақтанып айта аламын.